Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 7 сынып алгебра пәнінің 32-ші сабақ екі өрнектің қосындысының және айырымының квадраттарының формулалары тақырыбы бойынша 32-де 8-ші, 32-де 9-ші және 32-де 10-ші есептердің шығарылуын қарастыратын боламыз. Әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Және бұл видеоны дайын есептерді көшіру мақсатында емес, есептердің шығарылу жолын түсіну мақсатында қарауларыңызды сұраймын. Сонымен 32-де 8-ші есеп өрнекті ықшамдаңдар деп берілген. Бірінші есепте x қосу 5 көбейту 6 қосу x азайту 3-тің квадраты. Бірінші жақшаны ашатын болсақ, жақшаның сыртында тұрған 6-ны жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышқа көбейтеміз. Яғни 6-ны x-ке көбейтсек 6x болады, қосу 6-ны 5-ке көбейтсек 30. Және қосу енді x азайту 3-тің квадратын формуланы қолданып ашамыз. Олай болса, ол x-тің квадраты болады, азайту 2 еселенген x пен 3-тің көбейтіндісі және 3-тің квадраты болады. Есептейтін болсақ, 6x қосу 30 қосу x-тің квадраты. Мына жерде 2 мен 3-ті көбейтсек 6, яғни минус 6x болады, және қосу 3-тің квадраты ол 9. 6x пен минус 6x-ті жойып жібереміз, өйткені екеуі бір-біріне қарама-қарсы сандар. Енді дәрежесі үлкен x-тен бастап жазатын болсақ, x-тің квадраты және қалған бізде 30 бен 9-ды қосамыз, сонда қосу 39 шығады. Келесі екінші есеп. Жақшаның ішінде y азайту 4-тің квадраты, азайту y қосу 2 көбейту жақшаның сыртында 8. y азайту 4-тің квадратын ашсақ, бірінші y-тің квадраты болады, азайту 2 еселенген y пен 4-тің көбейтіндісі және қосу 4-тің квадраты. Азайту, енді мына жақшаның сыртында 8-ді жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышқа көбейтеміз. 8-ді y-ке көбейтсек 8y және жақшаның сыртындағы минуспен ол минус 8y болады. 8-ді 2-ке көбейтсек 16, жақшаның сыртындағы минуспен ол минус 16 болады. y-тің квадраты, азайту, мына жерде 2 мен 4-ті көбейтсек 8 және оны y-ке көбейтсек 8y, қосу 4-тің квадраты дегеніміз ол 16, азайту 8y, азайту 16 тең. Бұл жерде қарама-қарсы сандар плюс 16 мен минус 16 бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда y-тің квадраты минус 8y, минус 8y екеуі бір-біріне қосылады, минус 16y болады. Келесі үшінші есеп. 26 азайту a квадрат, азайту жақшаның ішінде 5 азайту a-ның квадраты. 26 азайту a квадрат. Енді азайту деп, мына квадратты жақшаның ішіне ашып алайық, содан кейін барып жақшаны қайтадан ашамыз, өйткені жақшаның сыртында минус бар. Ол таңбаны өзгертеді. Енді 5-тің квадраты 25, азайту 2 еселенген 5 пен a-ның көбейтіндісі және қосу a-ның квадраты болады. Енді жақшаны ашамыз, 26 азайту a квадрат. Мына таңба минус, толықтай таңбаны өзгертеді дедік, олай болса минус 25 болады. Мына жерде 2 мен 5-ті көбейтсек минус 10a болып тұрып еді, жақшаның сыртындағы минуспен ол плюс 10a болады. Және мына плюс a квадрат, жақшаның сыртындағы минуспен ол минус a квадрат болады. a квадрат пен a квадратты қоссақ минус 2a квадрат болады. Одан кейінгі a ол 10a плюс 10a деп жазамыз. Және сандар 26 азайту 25 ол 1-ді береді, яғни плюс 1 деп жазамыз. Келесі төртіншісі. k қосу 7-нің квадраты, азайту 14k және азайту 50. Бірінші жақшаға формуланы қолданып ашамыз. Бірінші жақшада қосындының квадрат формуласын қолданып ашамыз, яғни k-ның квадраты қосу 2 еселенген k мен 7-нің көбейтіндісі және 7-нің квадраты. Азайту 14k, азайту 50 деп көшіріп жазып қоямыз. Енді есептейік қайтадан. k-ның квадраты 2 мен 7-ні көбейтсек қосу 14k шығады. Қосу 7-нің квадраты дегеніміз 49, ары қарай минус 14k минус 50 деп көшіріп жазамыз. Бұл жерде плюс 14k мен минус 14k екеуі қарама-қарсы сандар, сондықтан олар бір-бірімен жойылып кетеді. Сонда қалған өрнектерді есептейтін болсақ, k-ның квадраты, мына жерде плюс 49 минус 50 ол минус 1-ді береді. k квадрат минус 1 болады екен. Келесі 5-ші есеп. 0,3 қосу b-ның квадраты, азайту b минус 0,5-тің квадраты. 0,3 қосу b квадрат деп көшіріп жазамыз. Азайту жақшаның сыртында минус болғандықтан, мына айырманың квадратын жақшаның ішіне ашамыз. Олай болса, бірінші b-ның квадраты болады, азайту 2 еселенген b мен 0,5-тің көбейтіндісі болады, және қосу 0,5-тің квадраты.
Енді жақшаларды ашатын болсақ, 0,3 қосу b квадрат. Жақшаның сыртында минус, жақшаның ішіндегі таңбаны толықтай өзгертеді. Олай болса минус b квадрат. Мына жерде 2 мен 0,5-ті көбейтсек 1, яғни мына жерде 1 b болып еді, минус b, ол плюс 1-ді жазбай қоямыз, плюс b болып жазылады. Және 0,5-тің квадраты 0,125, жақшаның сыртындағы минуспен ол минус 0,125 болады. Енді бізде қалған өрнектеріміз b және 0,3-тен 0,125-ті азайтатын болсақ, плюс 0,105 шығады. Келесі 6-шысы 15 қосу, жақшаның ішіне 0,4 қосу с-ның квадраты, азайту 0,8 с квадрат. 15-ті жазып қоямыз. Жақшаның сыртында плюс тұрғандықтан бірден жақшаны аша берсек болады. Және бұл жерде қосылыштың квадраты формуласын қолданамыз. Қосу 0,4-тің квадраты, қосу екеселенген 0,4 пен с-ның көбейтіндісі және с-ның квадраты. Азайту 0,8 с квадрат деп көшіріп жазамыз. Енді сандарымызды жинақтаймыз. Бірінші с квадраттарды есептейік. Бізде 1 с квадрат бар және азайту 0,8 с квадрат бар. Бірден 0,8 азайтатын болсақ, 0,2 с квадрат болады. Енді с бар сандар, ол бізде тек қана 2 көбейту 0,4 с, 2 мен 0,4-ті көбейтсек, қосу 0,8 с болады. Қалғаны бізде сандар 15 және мына жерде 0,116 шығады, 0,4-тің квадраты. 15-ке 0,116-ны қоссақ, қосу 15,116 болады. Келесі 32-де 9-шы есеп, бұл жерде де өрнекті ықшамдау қажет. Сонымен біріншісінен бастайық. А минус 4 b-ның квадраты, азайту 8a b, азайту 17 b. Бірінші жақшада айырманың квадраты формуласын қолданамыз. Олай болса а квадрат минус 2 еселенген 2 мүшенің көбейтіндісі, яғни а және 4 b-ның көбейтіндісі болады. Қосу 4 b-ның квадраты болады. Азайту 8a b, азайту 17 b деп көшіріп жазамыз. Енді ықшамдайық. А-ның квадраты, азайту, мына жерде 2 мен 4-ті көбейтіп жүруге болады. Сонда 8a b шығады. Қосу 4 b-ның квадраты дегеніміз 4, ол 16 болады квадраты, және b квадрат, азайту 8a b, азайту 17 b. Енді есептейік. А квадрат тек біреу ғана, сондықтан а квадраттың өзін жазып қоямыз. А b-ларды есептесек, міне минус 8a b және минус 8a b тұр. Минус 8-ге минус 8-ді қоссақ, минус 16a b болады. b квадраттан тек қана біреу, яғни қосу 16 b квадрат және минус 17 b болады. Келесі екіншісі, минус 9 с квадрат қосу, жақшаның ішінде 3 с қосу d-ның квадраты және азайту d квадрат. Минус 9 с квадратты жазып қоямыз. Енді мына екінші жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында плюс таңбасы тұр, яғни жақшасыз жаза беруге болады, және бұл жерде қосылғыштардың квадраты формуласын қолданамыз. Олай болса, 3 с-ның квадраты қосу екеселенген 3 с мен d-ның көбейтіндісі және қосу d квадрат. Және есептің соңында азайту d квадрат бар. Бұл жерде енді бірден плюс d квадрат пен минус d квадратты бір-бірімен жойып жүрсек болады, өйткені қарама-қарсы сандар. Азайту 9 с-ның квадраты. Енді мына жерде 3 с-ның квадратын есептейтін болсақ, плюс 3-тің квадраты 9 және с квадрат болады. Қосу, мына жерде көбейтілетін сандарды көбейтеміз. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, яғни 6 с d шығады, тең. Бұл жерде минус 9 с квадрат пен плюс 9 с квадрат бір-бірімен тағы да жойылып кетеді қарама-қарсы сандар болғандықтан. Сонда есептің жауабы 6 с d шығады екен. Келесі үшіншісі, 5a азайту 6-ның квадраты, азайту 5a азайту 6, көбейту екінші жақшада 5a қосу 6. Бірінші жақшада өрнектердің айырмасының квадраты формуласын қолданамыз. 5a-ның квадраты, азайту екеселенген 5a-ның және 6-ның көбейтіндісі және қосу 6-ның квадраты. Азайту, ал келесі екі жақша ол бізде квадраттардың айырмасы формуласын береді, және жақшаның сыртында минус болғандықтан шығатын өрнекті жақшаның ішіне алып жазамыз. Яғни 5a-ның квадраты азайту 6-ның квадраты болады. Енді өрнектерді ықшамдайық. 5a-ның квадраты дегеніміз 25a квадрат. Мына жердегі сандарды көбейтейік. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, оны 6-ға көбейтсек 60, яғни минус 60a қосу
6-ның квадраты дегеніміз 36. Енді мына жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында минус болғандықтан, ішіндегі таңбалар өзгереді. Минус 5а-ның квадраты ол 25а квадрат. Мына жерде минус 36 болу керек, өйткені 6-ның квадраты 36, және жақшаның сыртындағы минуспен ол плюс 36 болып өзгереді. Енді ықшамдайық. 25а квадрат пен минус 25а квадрат екеуі бір-бірімен жойылады. Сонда минус 60а қосу 36-ға 36-ны қоссақ 72 шығады. Келесі төртіншісі 7b азайту t көбейтілген t қосу 7b қосу. Келесі жақшада 7b қосу t-ның квадраты. Алғашқы екі жақшада бізде квадраттардың айырма формуласына келтіруге болады. Ол үшін бірінші жақша 7b азайту t деген айырманы жазып қоямыз, ал екінші жақшада қосылғыштардың орындарын ауыстырамыз. Яғни 7b қосу t деп аламыз. Және қосу 7b қосу t-ның квадратын ашатын болсақ, бұл 7b-ның квадраты болады. Қосу екеселенген 7b-ның және t-ның көбейтіндісі болады. Қосу t квадрат. Тең. Енді мына алғашқы екі жақшаның көбейтіндісінен біз 7b-ның квадраты және азайту t-ның квадратын ала аламыз. Квадраттардың айырмасы. Және қосу, мына жақшаларды ашайық. 7b-ның квадраты дегеніміз ол 49b квадрат. Қосу 7 мен 2-ні көбейтсек 14, яғни 14b көбейтілген t және қосу t квадрат. Мына жерде t квадрат пен мына минус t квадрат екеуі бір-бірімен жойылып кетеді. Және мына бірінші жақшада 7b-ның квадраты ол 49b квадрат болады. Мына 49b квадратқа екеуін қоссақ, онда 98b квадрат болады. Және қосу 14b көбейтілген t болады. Келесі бесінші есеп. 9 минус 8b көбейтілген 2b қосу 3 қосу. Келесі жақшада 4b азайту 1-дің квадраты. Енді алғашқы екі жақшаның көбейтіндісі бізге квадраттардың айырмасы формуласына келмейді. Сондықтан әр мүшені жеке-жеке көбейтеміз. Мысалы үшін, бірінші жақшада тұрған 9-ды екінші жақшадағы екі қосылғышқа жеке-жеке көбейтіп аламыз. Бірінші, яғни 9-ды 2b-ға көбейтсек 18b. Одан кейін 9-ды 3-ке көбейтетін болсақ плюс 27. Дәл сол сияқты енді минус 8b-ны екінші жақшадағы қосылғыштардың әрқайсына көбейтеміз. Минус 8b-ны 2b-ға көбейтсек минус 16b квадрат болады. Минус 8b-ны енді 3-ке көбейтетін болсақ, минус 24b болады. Және қосу, келесі жақша 4b минус 1-дің квадратын, айырманың квадраттары формуласын қолданып ашамыз. Олай болса, ол 4b-ның квадраты болады. 4b-ның квадраты дегеніміз 16b квадрат, азайту 2 көбейту 4b және көбейту 1 болады. Және қосу 1-дің квадраты. Бұл жерде қарама-қарсы өрнектер минус 16b квадрат пен плюс 16b квадрат бір-бірімен жойылып кетеді. Енді қалғандарын есептейік. b-сы бар сандарды бірінші есептеп алайық. Ол 18b, минус 24b, және мына жерде көбейткен кезде шығатын минус 8b. Барлығын есептесек, минус 14b шығады. Одан кейін бізде сандар қалып тұр. Ол 27 және мына 1-дің квадраты 1. 27-ге 1-ді қоссақ, плюс 28 болады. Және алтыншы есеп 11c қосу 3-дің квадраты азайту 2c жақшаның сыртында көбейтілген 5,15c қосу 33. Бірінші жақшада қосылғыштардың квадраттары формуласын қолданамыз. 11c-ның квадраты қосу екеселенген көбейтілген 11c және көбейту 3 қосу 3-дің квадраты болады. Енді жақшаның сыртында тұрған 2c-ны жақшаның ішіндегі әрбір қосылғышқа жеке-жеке көбейтеміз. Минус 2c-ны 5,15c-ға көбейтетін болсақ, минус 11c квадрат болады. Және минус 2c-ны 33-ке көбейтетін болсақ, минус 66c болады. Енді 11c-ның квадратын есептесек, 11-дің квадраты 121c квадрат. Мына жерде көбейтілетін сандарды көбейтейік. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, оны 11-ге көбейтетін болсақ, плюс 66c. Одан кейін қосу 3-дің квадраты 9, азайту 11c квадрат және азайту 66c. Бұл жерде плюс 66c мен минус 66c бір-бірімен жойылып кетеді, қарама-қарсы сандар. 121c квадрат пен минус 11c квадратты бір-бірімен есептесек, азайтамыз. 121-ден 11-ді азайтсақ, 110c квадрат шығады, және санынан плюс 9 қалды. Плюс 9 деп жазамыз. Келесі 32-де 10-шы есеп, өрнекті ықшамдаңдар. Бірінші есеп
а көбейтілген а минус 2b азайту 3b қосу а-ның квадраты. Бірінші жақшаны ашайық, ол үшін жақшаның сыртындағы а-ны жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке көбейтеміз. А-ны а-ға көбейтсек а-ның квадраты болады, а-ны минус 2b-ға көбейтсек минус 2ab шығады. Азайту, жақшаның сыртында минус тұрғандықтан мына қосындының квадратын жақшаға ашамыз. 3b-ның квадраты қосу 2 еселенген 3b мен а-ның көбейтіндісі және қосу а-ның квадраты. А квадрат минус 2ab-ны көшіріп жазамыз. Енді мына жақшаны ашамыз. Жақшаның сыртында минус тұрғандықтан барлық таңба қарама-қарсыға ауысады. 3b-ның квадраты дегеніміз бұл 9b-ның квадраты болады, және жақшаның сыртындағы минуспен минус 9b квадрат. 2 мен 3-ті көбейтуге болады. Мына жерде 6ab шығады, және жақшаның сыртындағы минуспен минус 6ab. А квадрат сыртындағы минуспен ол да минус а квадрат болады. Сонда мінекей а квадрат пен минус а квадрат екеуі бір-бірімен жойылып кетеді, қарама-қарсы сандар. Енді қалғандарын есептейміз. Минус 9b-ның квадраты, дәрежесі үлкеннен бастап жазып жатырмыз. Және мына жерде минус 2ab мен минус 6ab-ны бір-бірімен есептеу жүруге болады. Ол минус 8ab болады. Келесі екіншісі m қосу 8-дің квадраты азайту m азайту 2n көбейтілген m қосу 2n. Бірінші жақшада қосылғыштардың квадраты формуласын қолданамыз. Яғни m-ның квадраты қосу 2 еселенген m және 8-дің көбейтіндісі қосу 8-дің квадраты. Азайту. Ал келесі екі жақшада квадраттардың айырмасы формуласына келіп тұр. Оны да жақшаның ішіне жазамыз, себебі алдында минусы бар. Жақшаның ішінде m квадрат азайту 2n-ның квадраты болады. Енді есептейік. m квадрат, мына жерде 2 мен 8-ді көбейтсек, плюс 16m және қосу 8-дің квадраты 64. Мына жақшаның сыртында минус болғандықтан қазір жақшаны ашқан кезде таңбалар қарама-қарсыға ауысады. Яғни минус m-ның квадраты, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді, және 2n-ның квадраты ол 4n квадрат, яғни плюс 4n квадрат. m квадрат пен минус m квадрат бір-бірімен жойылады, қарама-қарсы сандар болғандықтан. Енді дәрежесі үлкеннен бастап жазатын болсақ, бұл 4n-ның квадраты қосу 16m және қосу 64 болып ықшамдалады. Келесі үшінші есеп. 3 көбейту жақшаның ішінде b минус 10-ның квадраты қосу 8b азайту 5b квадрат. Бірінші жақшада өрнектердің айырмасының квадратын есептеп аламыз алдымен. 3 деп жазып қоямыз. Жақшаның ішінде b квадрат минус 2 еселенген b мен 10-ның көбейтіндісі, яғни минус 20b болады. Қосу 10-ның квадраты ол 100. Қосу 8b азайту 5b квадрат деп көшіріп жазамыз қалған. Енді жақшаны ашу үшін жақшаның сыртындағы 3-ті жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке жеке-жеке көбейтіп шығамыз. Олай болса, 3-ті b квадратқа көбейтсек, 3b квадрат, 3-ті минус 20b-ға көбейтсек, минус 60b, 3-ті 100-ге көбейтсек, плюс 300, және қалған көшіріп жазамыз, қосу 8b азайту 5b квадрат. Дәрежесі үлкеннен бастап жазатын болсақ, бұл міне 3b квадрат пен минус 5b квадрат, ол минус 2b квадрат болады. Одан кейін минус 60b және плюс 8b, ол минус 52b болады, және соңғы қалған плюс 300. Келесі төртінші есеп. Жақшаның ішінде n қосу 15-дің квадраты азайту n көбейту жақшаның ішінде n минус 19. Бірінші жақшада қосындының квадратын есептейміз, яғни ол n-ның квадраты қосу 2 еселенген n мен 15-дің көбейтіндісі және қосу 15-дің квадраты болады. Енді мына жақшаны ашамыз, ол үшін жақшаның сыртындағы n-ді жақшаның ішіндегі әрбір өрнекке жеке көбейтеміз, және мына минусты да ескереміз. Яғни минус n-ді n-ға көбейтсек, минус n квадрат, және минус n-ді минус 19-ға көбейтсек, минус пен минус плюс болады да 19n болады. Бұл жерде n квадрат пен минус n квадрат бір-бірімен жойылады, қарама-қарсы сандар болғандықтан. Енді n бар сандарды есептейміз. Бұл 19n, және мына жерде 2 мен 15-ті көбейтіп жүрсек 30n болады. 30-ға 19-ды қоссақ 49n шығады, және қосу 15-дің квадраты ол 225 болады. Келесі 5-ші есеп. 4s жақшаның сыртында көбейтілген жақшаның ішінде 9s азайту 3, азайту келесі жақшада 6s қосу 1-дің квадраты. Бірінші жақшаны ашайық. 4-сыны 9-сыға көбейтсек 36
с-ның квадраты болады. 4с-ны минус 3-ке көбейтсек, минус 12с болады. Жақшан сыртында минус болғандықтан қосындының квадратын жақшаға ашамыз. Олай болса, 6с-ның квадраты болады бірінші, ол 36с квадрат. Қосу 2 еселенген 6с және 1-дің көбейтіндісі және қосу 1-дің квадраты. Енді осы жақшаны ашайық. 36с квадрат азайту 12с. Жақшан сыртында минус тұр, яғни таңба толықтай қарама-қарсы ауысады. Азайту 36с квадрат болады. Мына жерде 2 мен 6-ны көбейтсек 12с, ол да минус 12с болады. Және 1-дің квадраты 1, ол да минус 1 болады. 36с квадрат пен минус 36с квадрат бір-бірімен жойылады, қарама-қарсы сандар болғандықтан. Енді мына минус 12с мен минус 12с бір-біріне қосылып, минус 24с болады. Және соңғы қалған ол бізде минус 1. Келесі 6-шы есеп. Жақшаның ішінде 6 минус 5m көбейтілген, екінші жақшада 5m қосу 6. Қосу, келесі жақшада 5m азайту 4-дің квадраты. Алғашқы екі жақшаны квадраттардың айырмасы формуласына келтіреміз. Ол үшін бірінші жақшадағы 6 азайту 5m деген айырманы көшіріп жазамыз да, екінші жақшадағы қосылғыштардың орындарын ауыстырамыз. Яғни 6 қосу 5m болады. Және қосу, мына 5m азайту 4-дің квадратын есептейік. 5m-ның квадраты ол 25m квадрат, азайту 2 еселенген көбейту 5m көбейту 4 болады, және қосу 4-дің квадраты 16 болады. Енді бірінші екі жақшаның көбейтіндісін біз айттық, квадраттардың айырмасы, яғни 6-ның квадраты 36, азайту 5m-ның квадраты ол 25m квадрат болады. Қалғандарын көшіріп жазамыз. Қосу 25m квадрат, азайту, мына жерде 2 мен 5-ті көбейтсек 10, 10-ны 4-ке көбейтсек 40m шығады, және қосу 16. Минус 25m квадрат пен плюс 25m квадрат бір-бірімен жойылады, қарама-қарсы сандар болғандықтан. Тең минус 40m және мына 36 мен 16-ны да бір-біріне қосуға болады. Қоссақ 52 шығады. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.